Салам достар, сендермен бірге мен Блоди. Менің кезекті видеома қош келдіңдер. Бүгін сендердің көкелерінде жүрген сұрақтарының жауабын айтатын боламын. Ендеше сендер видео басталғанша лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып отыр. Ал мен көп созбай бастайын. Достар, соңғы видеоның комментариясында ВК сообщенияларда барлығына жазып кетіпсіңдер. Яғни қалай тезде 2 миллионға жетіп алдың деген сұрақ жаңбырша нөсерлеп жауды. Ал кейбіреуі хейт етіп донат салып алдым деп те жазған болатын. Мен мүлдем ойындарға донат салмаймын, тек өзім еңбектенемін. Бірақ менің бір түсінбегенім, мен донат салсам не болады? Бәрібір де дым өзгермейді ғой. Просто көре алмаушылық деп айта аламын. Сонымен достар, қалай тез ақша жинадым? Қалай 2 миллион? Қалай деп жан тәндеріңді мазалады ма? Ал мен сағызша создырып күттіріп отырмын. Ал айтайын, бір күндер мен лақтырып кетіп кетті, оны білесіңдер, Ford Mustang'ыма. Содан соң мен қатты күйзелдім, видео салдым, көмек сұрадым, және де мені қолдағандар болды, қолдамай хейт еткендер де болды. Мен қолдаушылардың арқасында Black Rush ойынына қайта желание ашылып, көкірегім оянды. Соның арқасында мен жұмыс жасап тез ақша тапқым келді. Әдеттегі кладта, яғни кладескатель болып жұмыс жасадым. Басында 15 мыңнан тауып жүрдім. Сөйтіп Black Rush'ыма 3-4 сағат арнадым. Мені задрот деп ойлап қалмаңдар, тек сендерге контент болсын деп істедім. Осылай жұмыс жасадым. Бір күні опытым 100-120-ға жете бастады. И потом мен 20 мың және де 25 мың аралығында крупный. Өзім үшін крупный, сендерге көрмеймін, әйтеуір өзім үшін бұл крупный. Осындай крупный ақша таба бастадым опытым көтерілгеннен кейін. Бұл мен үшін үлкен мотивация болды. Мен тоқтамадым. До конца для кольца дейді ғой. Сол секілді до конца Black Rush деп алға қадам басып 2 миллион жинап алдым. Мен тоқтамаймын. Арасында 1-2 күн демалыс жариялап отырамын. Ол маған керек, бірақ вообще тоқтамаймын. Және де бір сырым бар. Оны ешкімге айтпа, ол маңызды. Ал айтайын, ақша қалай тез жинадым? Кладта жұмыс істедім, сол кезде бәрібір де сен қай жағдай болмасын, ақша құртасың. Сол себепті ақшан азайып қалады. Ал мен болсам ақша мысалға 40 мың көтерсем, орнына 80 мың толтырып отырдым. Сөйтіп кішігірім бизнеске айналдырып алдым. Сендерге кеңесім осы. Ақша құртсаңдар 2-3 есе қылдырып толтырып отырыңдар. Яғни ақша пайдалануды үйреніңдер. Осымен достар, біздің кезекті видеомыз аяқталды. Сендермен бірге болған мен Блоди. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.